Ей адамдар, бірінші біліп алыңдар, Алла тағаланың азабы қатты. Содан кейін барып біліңдер. Сосын біліңдер, Алла өте кешірімді, өте мейірімді. Бірақ бірінші қорқып жылап атқан кезінде кешірімді, мейірімді екенін біл. Өстіп жүрегің қалыпқа келіп тұрсын. Қорықпай жатып, мына жаққа босай берме. Босап кетесің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтқандай, Аллах тағала Ибрахим сүресінде айтады: "Кулли ибадияллазина аману". Ана иман келтірген құлдарыма да айт, босап кетпесін деп жатыр мысалы. Мағынасы босап кетпесін дегенде, юқимус сола, оқысын ана 5 уақыт намазда. Ва юнфиқу, сондай-ақ жұмсасын мимма разақнахум, біз берген ризықтан. Сирран ва алания, жасырып та жұмсасын, көрсетіп те жұмсасын, адамдарға үгіт насихат болу үшін, өнеге болу үшін да. Жұмсап алсын. Қарас, иман келтіргендердің өзіне ескерту айтып жатыр. Мен қобли айяттия яумун, бір күн келіп қалмай тұрғанда. Қандай күн Раббым? Яума ла байун фихи ва ла хилал. Ол күні сауда болмайды дейді. Саудаласу деген нәрсе болмайды. Ва ла хилал, жақын, дос деген нәрсе болмайды дейді ол күні. Қарас. Көрдіңіз ба? Айт ана иман келтірген құлдарыма, 5 уақыт намазын оқысын, жұмсасын сосын. Неге намазбен жұмсауды ғана айтып отыр? Өйткені намаз Алла тағаламен байланысты шешетін нәрсе. Ал жұмсау, сені мен ешбір адамның арасында проблема жоқ деген сөзді. Сені мен міскіннің, сені мен пақырдың, сені мен туысқанының арасында проблема жоқ. Сен жұмсайсың. Саған олар еш нәрсе айта алмайды қияметте. Бір сахаба келіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан сұрағанда: "Я Аллахтың елшісі, бір туысқаным бар менің. Мен оларға барам, олар келмейді. Мен оларға берем, олар бермейді. Егер сенің айтқаның рас болып, сенікі солай жалғаса берсе" дейді. Қараңыздар, қияметте олар саған қарсы сөйлейтін ештеңке таппайды дейді. Көрме? Туысқанның өзі проблема болады екен қияметте. Көрсең, өйткені бәрібір болады қияметте. Түсінсіз ба? Бәрібір, өйткені құтылу деген нәрсе болады. Қалай құтылам деген кезде ешкімді пысқырмайды ол. Айтып тұр ғой Алла тағала көптеген аятта. Әке шешесін ба, бала шағасын ба, жұбайларын ба, бәрін алда, мен аман қалсам болды дегендей күйде болады дейді адам. Ойлаңыз, адам қандай сатқын, қандай қиянатшыл, қандай залым да. Алла тағала Құранымен, рахыммен бізді өзгертпесе, Алла тағала өз Құранда айтады ғой: "Аузубиллахи-минаш-шайтанир-раджим. Фалаула фадлуллахи алейкум ва рахматуху". Көп істеріңде дейді. 24 сағаттың 23 сағат немесе 23 жарым сағатында дейді. Фалаула фадлуллахи алейкум ва рахматуху. Алланың кеңшілігі мен рахымы болмаса дейді, бүйтіп қорғап, байқап тұрған. Латтабахтумуш шайтана илля қалила. Азғантай сандығын айтпағанда толығымен шайтанға еріп кетер едіңдер дейді. Сондықтан әрбір істеп жатқан салиқалы амалыңның өзіне шүкір, қатты шүкір ету керексің Алла тағала. Ол көкейіңе салған ана. Ол істе дегеніне көкейіңе салған. Сондықтан оны танысаң сен, ешқашан белгілі бір салиқалы амалыңмен біреуге мақтана алмайсың дейді. Мақтанатын нәрсе емес ол. Сенің уайымың қабыл болса екен деген уайым болу керек та.